Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен өте оңай жасалатын рулет жасайтын боламыз. Бұл үшін бізге ең алдымен жұмыртқа қажет. Жұмыртқамызды жақсылап миксерге аламыз. Үйдегі бар затпен жасалатын рулет. Миксерленген жұмыртқамыздың үстіне қантымызды салып, және де тағы да миксерлейтін боламыз. Енді құрғақ ингредиент, яғни ұнымыздың үстіне қамыр қопсытқышымызды салып, екіге бөле отырып, жақсылап миксерлейміз. Бұл барлық үйде табылатын заттардан жасалатын рулет өте оңай. Міне бізде осындай масса шығады. Енді бұны пергамент қағазына қойып, қызып тұрған пешке саламыз. Менде 170 градус 6, яғни 10 минут шамасында піседі. Арасын осындай ағаш таяқшаның көмегімен тексеріп аламыз. Піскен рулетімізді осындай матаға аударып, міне аударып алдық. Мен астыңғы жағын бетіне қарататын боламын, яғни асты әдемі көрінеді. Енді осылай орап аламыз, ыстық күйінде ораймыз. Үй температурасында мұздағанша қоямыз. Осылай матаға орап қойып қоямыз. Міне бізде мұздады, енді матасынан ажыратамыз. Міне бізде өзінің осындай формасын сақтайтын рулет пайда болды. Енді арасына өз қалауларыңыз бойынша қалаған крем жақсаңыздар болады. Менде кілегейлі крем, ортасына тек крем емес, варенье жақсаңыздар да болады. Немесе сармай мен сгущенканы араластырып жақсаңыздар да бола береді. Бетін өз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Шоколадпен, немесе әсемдемей солай қалдырсаңыздар да болады. Дәмі өте ерекше, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздермен болған Жібек. Келесі рецепттермен бөліскенше сау болыңыздар. Ұнаса лайк басып, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Әлі талай әдемі жақсы рецепттермен бөлісетін боламын. Көріскенше сау болыңыздар.